Армысыздар, құрметті тыңдарман қауым. Мен Байдан қызы Зүбайра өз өмірімнен өткен бір әңгімені айтып, нағашыларыма алғыс айтқым келеді. 1962 жылы мен 7-8 жастағы баламын. Біз Көксу совхозында тұратынбыз. Бір үйде әкем тек қана жұмыс істейтін. Анам біз 3 бала бізге қарайды. Менен кейін Махамбет, сосын Гүлзира. Бір күні күз болатын. Күн суытып, үйде отын болмады ма білмедім. Әкеміз сол кездерде совхоздағы малшылардың қораларын жөндеуге, шөп жемін тасуға көмектесетін жұмысшы болған. Сол күні бізге анамыз, сендер мына Қанткүл жеңшенің үйінде боласыңдар, мен отын алып келемін деп солай түсіндірді. Сол Қанткүл жеңгеміздің үйіне бізді қалдырды. Бердібай ағамыз шофер болып жұмыс істейді. Сол малшыларға жем-шөп таратады екен. Сол күні қайнысына менің анам, мырзаға мені ала кетші. Жолдан сен қайтам дегенше мен 1-2 құшақ отын шауып келейін. Күн суытып кетті ғой деген. Біз қала бердік. Түс ауа бере күн қатты бұзылды. Жаңбыр нөсерлеп құйып, өте бір суық болып кетті сол күні. Кешке дейін жүрдік. Кеш бола бастады, қараңғы түсе бастағасы мен алаңдай бастадым. Соны сезді ма Қанткүл жеңгем, қорықпаңдар, қазір көкеңмен екеуі келеді деп бізді жұбатты. Ас суымызды берді. Түннің бір уағы болды. Бір кезде есік ашылып, ағамыз кіріп келді үйге. Келді да, Қанткүл жеңшем келген жоқ па деді. Түсі абыржулы. Бала болсам да сезіп тұрмын. Маған естірткісі келмейді. Жай сыбырлаңқырап сөйлеп тұр. Жеңгеміз жоқ, келмеді, не болды деді. Талшат жеңшемді қалдырып кеткен жеріне барып едім, таппадым. Ойпырмай, күн қатты суып кетті. Үсті жеңілет. Не болар екен? Маған сен киім берші, киімді ауыстырып тез кетейін. Іздеуің керек қой деді. Содан жеңгеміз, өзіңде тамақ ішіп алсаңшы, сенің қай кезде келерің белгісіз ғой деп тамағын берді. Ішіп те жартқан жоқ. Дереу киінді де шығып кетті. Сол күні таңға дейін келмеді. Ертеңіне қай уақ екенін білмеймін. Келді, анам ауырып келді. Сонда кейін анамның айтқанын естідім. Сол күні біраз отын шабады. Содан күн бұзылды дейді. Күн бұзылғаннан соң ары-бері отынды үйіп қойып, соның панасына отырсам, жоқ болмады, қатты жаурап бара жатырмын. Болмаған соң әйтеуір бет алды жүре бердім дейді. Өзі тоғай екен. Тоғайды аралап жүре бердім. Қай жер екенін өмірімде көрмегем, күн батып бара жатыр. Көп жүрдім дейді. Бір кезде күн қатты суытып, боран болды. Қалтырап ұшып бара жатырмын дейді. Бір кезде бір иттің дауысы естіледі. Сол иттің дауысы естілген жаққа қарай далбасалап жүре бердім. Сол жүргеннен жүріп отырып, бір жарықты көреді. Қойшының үйі екен. Қар үй, барып есігін ашып кіріп барғанымда үйдегі кісілер өре түрі келді дейді. Ойпырмай, қалай келдің? Ана 2 ит сені қалай жеп қоймаған? Деп дереу жалма-жан үстімнің су екенін көріп, үстімді ауыстырып дереу тамағын берді дейді. Содан төсек салып жатқызып тастапты. Суық өтіп кеткен болу керек. Таңға дейін денем жылаған жоқ дейді. Соны ертеңіне таң саз бергеннен соң іздеп тапқан болу керек. Әйтеуір уақыттың қай мезгіл екені есімде жоқ. Анам ауырып келді үйге. Содан жатып қалды. Бір күні әкем келді. Келіп, жағдайдың бәрін біліп, қапаланды. Талшат, үйдегі барды пайдалана тұрмадың ба? Болмаса, Бердібекке айтпадың ба? Мен келетін едім ғой. Неге бардың жалғыз өзің? Ит құс бар, бірдемеге ұрынсаң не болар еді деп, әкем кішкене ренжіп сөйлегенін естідім, бірақ ұрысқан жоқ. Анам төсек тартып жатыр. Содан арада қанша уақыт өткен есімде жоқ. Бір күні менің анамның 2 ағасы бар. Момбек, Қасымбек, Сәрсеновтер. Момбек атам кіріп келді үйге. Ол кезде телефон жоқ, хабарласатындай. Келді да, ойпырмай, шырағым, амансыңдар ма? Менің осы түсімнің жайсыз болғаны осы екен ғой, деді да, қарындасына өбектеп жағдайын сұрап, сол әбіржіп жатқан біздің түрімізді көрген болу керек. Содан әкеме айтты. Байдан, қарағым, мына қыздың жатысы болса мынау, мен бұларды алып кетейін. Барып, жаңа даладағы больницаға алып барам. Сен енді малыңа, үйіңе
өзің еге бол қарағым деді да бізді алып кетті. Біз баламыз анамызды апарып Жетісай районында 30 жылдық деген жерде Тәжік ауылымен аралас тұрады. Алтилар ауылы дейді, сол жерде нағашымның үйі бар. Біз сол жерде қалдық. Анамызды жаңа далада туберкулезный больница бар екен, соған апарып жатқызыпты. Өйткені өкпесіне суық қатты тиген екен. Содан біз сол үйде жүрдік. Қаншасы екені есімде жоқ. 6 ай жатты ма, 4 ай жатты ма, білмеймін. Больницаға жатты. Сол жазылды деп бір күні шықты. Анам шыққасын біз ауылға қайттық. Бірақ арасында әкеміз келіп тұрады, бізге сол әкелген киімдерін қолымызға тиынын беріп, сөйтіп маңдайымыздан сипап қайтып кетеді. Біз жібергіміз келмейді әрине әкемізді. Бірақ балам үйде мал бар ғой деп қайтып өзі кетеді. Содан анам жазылғасын біз үйімізге келдік. Арада 2 жылдай уақыт өткенде дүниеге Ахан келді. Кішкентай інім, ол Ахан дүниеге келетінде де бізді атам ауылына алып кетіп қалды. Сөйтіп үйіне бардық. Үйінде жүрміз, біз баламыз. Сондағы менің кейінгі түсінгенім, қарындасының денсаулығы жоғын біледі. Бір үйде бір кісі жұмыста, біз бәріміз кішкентаймыз. Сол қиналып қалады деп алып кеткен болу керек. Ол кезде больницаға жатқан жоқ. Сөйтіп дүниеге Ахан келді. Күлжан шешем қарап, содан бізді қайтып өз үйімізге әкеп салды. Момбек атам. Бала 2-3 ай болған болу керек. Енді оншасын білмеймін. 2-3 ай ма жоқ әлде 40 күн толды ма, оншасын енді мен білмеймін. Әйтеуір үйге алып келді. Біз қуанып, әкем де қуанып, мәре-сәре жүріп жаттық. Содан бір күндері анамның ауруы тағы қайтадан басталды. Сол баяғы тағы да атамның үйіне бардық. Анамыз больницаға түсті. Бірақ бұл жолы сол жаңа далаға жатпаған сияқты. Бұрында жаңа далаға больницаға жатқанда мені алып барып тұратын, Аханды алып баратын. Бұл жолы біз алып барған жоқ. Апаларыңды ұзаққа алып кетті деді. Мен есімді білемін ғой енді. Сұраймын, апама барғым келеді деп. Сонда Күлжан шешемнің айтқаны: Зубайра, апаң жаңа далада жатқан жоқ. Жаңа далада жатса, мен де барар едім. Апаң сенің ұзақта деді. Кейіннен білгенім, Қызылорда облысы Жаңақорған районында Бақбаев деген туберкулезный больницада врач бар екен. Сол кезде сол Жаңақорған районының Сапқоз Талап деген жерінде Алтилар ауылы тұрады екен. Сол кезде Манап Көкенов халық ақыны. Сол ауылда тұрады екен ол кісі. Сол ауылда менің жаңағы Қасымбек деген екінші нағашы атам сол жерде тұрады екен. Сол кісі ағасына хабар салған екен: сен Талшажанды алып келші, осы Бақбаев деген бір мықты врач бар екен, сол кісіге қаратайық деп. Содан менің анамды алып кеткен екен ғой. Оны мен міне кейін білдім. Сонымен апам осы жақта жатты, көп уақыт өтті. Мен үшін әрине көп, бірақ сонда мен айды, күнді санап жүрген ештеңем жоқ. Есіл дертім менің анамда, сосын кішкентай бауырларымда. Өйткені Ахан кішкентай. Нағашы атамның үйінде мал көп, адам көп. Өзінің 5 баласы. Біз 4-еуміз, 9 бала. Негізінде Момбек атамда 3 қыз, 4 ұл бар. 3 қыздың 2-еуі Күлшат, Ұлжан тұрмыста, Айдархан Алматыда нархозда оқиды. Қалғаны мектептеміз. Сонымен 9 бала бір үйдеміз. Мал да жетеді. Жаз бойы атамдар қауын, дарбыз, қауынның неше түрі, сорттары. Соны егеді, оны базарға артып сатады. Тары, маш, жүгері. Сол жүгеріден біз собықты қайырып алып, қазанға салып қайнатып жеп жүреміз. Тауық деген аяқтың астында жүреді, жағаласып. Оның тек жұмыртқасын алады, тауықты есептемейді мал деп. Түйе, сиыр, қой, оларда енді көп. Олардың бәріне қалай қарайды, ана огородты қалай бәрін меңгереді. Осы күні ойласам, енді керемет болған кісілер екен ғой деп ойлаймын. Келім кетім адам бар үйлерінде. Сонымен жаз бойы бел шешпей еңбек етеді, бірақ бір адам бізге осылардан да қиындық көрдік ау дегенді естімедім. Сол үйдің баласындай жүреміз. Анамыз жазылып больницадан келген кезде
бізді қайтып өз үйімізге әкеп салады. Момбек атамның өзі. Әкеміз жұмыстан шыға алмайды, мал бар. Соныменен үйге келдік. Біраз уақыт өтті. Сол айтайын дегенім, көп жүрген жоқ. Анамыз сол больницада жатыр. Сол жатқаннан анамыз біраз жатты. Бір күні Момбек атам менің әкеме барып, балам, мен Қызылорда облысына көшкелі жатырмын Қасымбектің қасына. Талшажан да сол жақта жатыр. Менің айтқан тілімді алсаң, сен менімен бірге көш. Ағайындарыңа түсіндіріп айтарсың. Амандық болса, Талшажан жазылғасын, балдарыңды алып қайтып көшіп келесің ғой. Мен бұл 4 баланы саған тастап кете алмаймын. Ақан анау әлі кішкентай. Сен қалай қарайсың бұл 4-еуіне? Малға қарайсың ба, жұмыс істейсің ба? Деп жағдайды түсіндірген. Әкем келісіп, мақұл деп көшіп келді. Көшіп келдік. Келген соң, біраз уақыттан кейін анамызды больницадан шығаратын болды деген хабар келді. Жақсы деген хабар келді. Біз 1967 жылы май айында көшіп келдік. Үлкен мектепте оқитын жоғарғы кластың оқушылары Шанжархан, Темірхан сол 30 жылдықта қалып қойды. Сабақты аяқтап келетін болып. Біздер бірге осында келдік. Мектептің аяқталып қалған кезі біз мектепке де барған жоқпыз. Тек анамызды көрсек, анамыз үйге келсе, біздің ең бір бақытты күндеріміз сол болатын. Содан анамыз келді, мәре-сере қуанып мәз болдық. Керемет. Қанша уақыт өткенін білмеймін. Сол айналасы 2-3 айдың ортасы болу керек. Апам ауырып қайтып больницаға түсті. Мектеп басталды. Біз сол жерде мектепке бардық, оқып жүрміз. Бір күні апаң тәуір деген сөзді естідім. Сонымен қуанып, апамның артынан бардық. Апам жақсы, 1 аптаның ішінде шығарып қалады деді. Содан арада аз күн өткенде үлкендердің өз-өзі сыбырласып сөйлесіп жатқанын естідім. Талшат нашарлапты дегенді. Бала жүрек, кімнен не сұрайсың? Жанымды қоярға жер таппай жүрмін. Содан мектепке кетуім керек. Момбек атам барам деп жатыр. Мен де барам дебем, жоқ балам, сен сабағыңа бар, сабақтан қалма. Дегесін мектепке кеттім. Бір кезде Момбек атам қатты жүріп жанымнан өте берді. Апама кетіп бартқанын ішім сезді. Өйткені ол кезде көлік жоқтың қасы. Дәл осы күнгідей жеңіл машинелер жоқ. Әр совхозда басшыларда ғана 1,5 Жигули болмаса Москвич бар, машиненің төресі. Одан басқа көлік жоқ. Барлығы мемлекеттің машинелері совхозға жұмыс істейді олар. Сонымен қасымдағы біреуге сумкамды ұстаттым да жүгіріп атама ердім. Қал балам, қазір мен барып келем деді. Жоқ, мен қалмайым дедім. Бардық, апам жатыр екен. Қасына бардым, бетімді сүйді, айналып толғанды. Сосын мені былайырақ тұруымды сұрады. Сонымен Момбек атам екеуі сөйлесті. Бір кезде Момбек атам шығып кеткен, қайтып келді да, неге екенін білмеймін, біз атам екеуміз үйге қайттық. Апаң ертең келеді, жүр балам, біз қайтамыз деді. Үйге келдік. Арада аз уақыт өткен соң, апамды Жаңақорғанның скорыйменен үйге алып келді. Апам ауырып жатыр, бірақ үйде болғанына мен қуанам. Бір күні қатар 4-еумізге төсек салып береді нағашы шешем. Апамның дыбысын естіпесем, қорқып кетем. Сонда өліп қалды ма деп ойлаймын. Бір күні дыбысы шықпай қалды. Түннің бір кез екен, қай уақыт екенін өзім білмеймін, бірақ ұйықтай алмаймын, ұйықтаған жоқпын. Жым-жырт болып қалды. Сосын жай барып кеудесін тыңдасам, жүрегі соғып жатыр. Сосын үндемей жай ғана барып орныма жаттым. Сол 2 күн 3 күнде тағы қайталанды. Тағы да дыбыс болмай қалды. Сосын тағы да барып жүрегіне енді тыңдай берейін демем, апам Зүбайра, жаным, не болды деп сөйтті. Сонда мен сасып қалдым өзім. Апа, түкірішіңді тазалап берейін деген ем дедім. Ол түкіргіш ар жағында тұрады. Мен апамның кеудесіне құлағымды қойып тыңдайын деп тұрғам. Мен ұйықтайын деп жатырмын деп сөйтті апам. Мен жақсымын, жата бер балам, уайым қылма деді. Содан қайтып барып жаттым. Сол күні болу керек. 2 ағасы, 2 жеңгесі, немере ағалары, барлық сол менің апам жатқан бөлмеде, біздің бөлмеміз енді. Сол бөлмеде бәрі жиналып отыр екен. Бұл азанғы уақыт.
мен мектепке кетуім керек. Мектепке бармайым деп сол бөлмеге кірдім. Нағып мектепке бармадым. Бар мектебіңе бар деп сөйтті. Барғым келмей тұр. Бірақ анамның дәл сол күні қандай күйде жатқанын білмеймін. Әйтеуір анамды көрдім. Жүзі нұрланып жатыр екен. Содан бар мектебіңе қалма дегесін кеттім мектепке. Сол 3-ші сабақ бекен, 4-ші сабақ бекен, тарих сабағының уақыты болатын. Аманхан ағай кіріп келді да, балалар, қазір сабақ жүріп жатыр. Бүгін сендерге сабақ болмайды. Шуламай ғана шығыңдар мектептен. Үйлеріңе жай тездетіп тараңдар. Ертең сабаққа келесіңдер деді. Балдардың бәрі қуанып, сабақ болмайды дегесін. Ол неге болмайды? Онда ешкімнің шаруасы жоқ. Бәріміз тарқап кеттік. Сол күні бүкіл ауыл естіген екен менің анамның қайтыс болғанын. Бірақ мен естімегем. Сондағы осы күні таңғалатыным адамдардың мейірімділігі. Сол мені мектепте жүргенде естіп қояды деп бүкіл класты 2 сабақ бұрын босатып жібергені. Жолда келе жатырмыз, үйге жақындағанда есіктің алдында тұрған қар үйді көрдім. Біздің есіктің алдына қар үй тігіліп қапты дедім. Сәлемкүл, менің класстасым Пайызова маған айтты. Сен біздің үйге кір, екеуміз үйде отырайық деді. Неге? Мен кіруім керек деп сұрап ем. Сол сен қазір қорқып қаласың ғой деді. Оның да сол балалығы ғой. Жоқ, мен үйге баруым керек дедім. Өйткені мен таңертең шешемнің ауырып жатқанын көргенмін ғой. Содан мен жақындадым. Бір кісінің Зүбайра келе жатыр дегенін естідім. Жаз күннің жылы кезі, күз айы болғанменен күн өте жылы кез. Содан үлкен кісілер барды да бәрі қатар-қатар тұра қалды. Мен ондай өлікті көрмегем, білмеймін. Әйтеуір келе жатырмын. Бірақ жүрегім бір жамандықты сезеді. Бала жүрек, жүрегім аттай тулап, жүрегім қысылғандай болады. Сол кезде Момбек атам дауыс шығарып жылады. Талшажаннан айырылдым деп. Мені біраз жылап басылған соң киімімді ауыстырдып, сол менің шешемді қар үйге қойған екен, жатқызған екен. Сол жерге әйелдер сол қар үйдің ішінде отыр екен. Мені сол жерге апарып отырғызды. Келіп кетіп көрісіп жатыр. Бір кезде анамды шығаратын уақыт болды деп, жаназа деп айқайлап жатыр. Жерден анамды көтеріп алды 4 адам, есіктің алдына шығарды. Сол кезде ойпырмай деп барлығы сөйлеп жатты. Қараш мына күнді қара деп. Шақ шиіп тұрған күннің беті кішкене бұлтта жоқ ол жерде. Бір көлеңкеленгендей болып, аппақ ақ жауын сіркіреп жауды. Мен де қарап отырмын. Сіркіреп жауын жауып тұр. Жаназа оқылып жатыр. Бірақ менің осы күнге шейін түсінбейтін нәрсем, сол жаңбырдан бір адамның үсті су болып та қалған жоқ. Есіктің алды лай болып, ешкім әбіржіген жоқ. Бірақ аппақ ақ бір жауын сіркіреп тұр. Әлі күнге шейін менің көз алдымда. Сол уақыт, сол бейне, сол көрініс күні бүгінге дейін менің көз алдымнан кетпейді. Оған міне 60 жыл уақыт өтті. Содан жаназа оқып болып, біз ауылдың шетінде тұрамыз. Қорым 1 километрдей жерде көрініп тұрады. Сол жерге алып кетті анамды. Жылап біз қалдық. Сол жауын сіркіреді де тұрды. Бірақ сондай бір жанға жайлы. Мен үйдің арт жағына шығып, қарадым да тұрдым. Бір кезде адамдар машинаға міне бастады. Сол кезде атамның нұры бетіне тамған шырағым деп жылаған дауыс анық естілді. Машинаға мініп адамдар үйге қарай жүрді. Жауын саппа тейілді. Сонда өзім жылап отырмын, бірақ қасымдағы, жан-жағымдағы адамдардың айтқанын естіп отырмын. Ойпырмай, иманды жан екен, нұры бетіне жауды ғой. Мынау не деген керемет, бұндайды өмір соңды көріп білген емеспіз деген адамдардың сөзін естіп отырдым. Шынында да бір керемет көрініс есімнен менің бір кетпейді. Өмір бойы есімнен кетпейді менің.
Солай біз сол атамыздың үйінде қалдық. Әкемізге өте ауыр тиді. Амал қанша. Жазылады, елге қайтам деп келген адам, амал жоқ. Енді әкеме сол жерде жұмыс істеп, сол жерде тұрақтап қалуға басқа ешнәрсе қалмады. Қайда барады? Сонымен әкем сол жерде жұмыс істеді. Біз сол баяғы атам менен апамның үйінде жүрдік. Менің бір айтатыным, Момбек, Қасымбек екі ағайынды кісі. Бағана айттым, Момбек атамда 7-8 бала бар, ал Қасымбек атамда Өтеген, Нышанбек, Ишанбек, Балтабай, Пернабай, Оралбай, Құралбай, Өскенбай, Мықтыбай 9 бала бар. Ұл баладан Шарбану деген қызы бар. Қасымбек атамның өзінде 10 бала бар. Бірақ сол 10 бала бола тұра бізге көңіл бөлуін тоқтатқан жоқ. Екі ағайынды кісінің үлкенінен біз асыраған Күлжан, екінші Қасымбек атамның әйелінің аты Дариға. Екеуінің татулығы, екеуі абысын сияқты емес, апалы сіңлі сияқты. Мен қанша келіп жүрсем де, қанша жүрсем де, менің шешемді ерке қыз деп еркелетіп отыратын тұғын. Екі ағасы Талшажан деп өтті өмір бойы. Мен осындай өте мейірімді кісілердің қалай адамды сыйлау керек, қалай бір-біріне деген мейірімдерін көріп өстім. Бізді жетім бала деп біреуі түртпек деген жоқ. Сен қайдан келдің деген жоқ. Сол үйде өстік, жүрдік, ешқандай бір жетімдікті де көрмедік. Сол Аханды 7 жасқа дейін Күлжан шешем бауырынан шығарған жоқ. Біздің әкеміз мал бақты. Сонда малшылардың баласы болып, біз интернатқа жаттық. Онда да мен өзім сол интернатқа жатқым келді. Өйткені бала көп, адам көп ана жерде. Келім кетім адам бар. Сонымен біз интернатқа жаттық. Біз кеткенде Момбек атам кішкене ренжіпті маған. Тамақ тауып бере алмадым ба? Неге кетті дегендей. Жоқ, олай емес еді. Мүлде олай емес. Өте жақсы көрем мен нағашыларымды. Менің нағашыларым өте мейірімді кісі болатын. Момбек атам тігісін тігіп отырып, ер адамға да, әйел адамға да мәсі тігеді. Қолының бос кезінде болғанда көбінесе қыста тігеді. Жазда малмен, огородпен айналысады. Огородпен сол 30 жылдықта отқанда ғана айналысты. Гектар жері бар ол кезде. Есіктің алды мал, огород, бір күн қолдары тимейді. Қалай екенін білмеймін, қалай үлгеретінін де білмеймін. Енді керемет. Ал мынау Жаңаорған районы совхоз талапқа көшіп келді дедім ғой. Біз сол жерде отырмыз. Менің анам сол жерде. Сонда етікті тігіп отырады атам. Әңгімесін айтып, жас кезінде той жиында айтысқа қатысады екен. Сондағы бір айтып отырған есімде, менің шешем, сосын тағы бір жиен қарындасы бар, Әтір апам, сосын тағы бір қыз дейді. 3 қыз жігіттермен айтысып жатыр екен, мен келіп қалсам дейді, тойда. Сонда мен ана қыздарды жеңіліп қалмасын деп ана жігітті білемін дейді, айтыскер жігіт болатын, өте сөзі орамды келетін еді дейді, орамды ұтқыр жігіт еді дейді. Сонымен дереу мен басыма орамалды байлап алдым да, қыздар отырған бөлмеге қарио дейді. Соған кірдім де етбетімнен жата қалдым да, ана 3 қызға мен айтып отырам, олар соны айтады дейді. Өздері құрай алмай қалса мен айтып отырам дейді. Сөйтіп әйтеуір жеңдік қой деп күліп отыратын. Атам деген өте, екі атам да келісті жігіт болатын. Момбек атам аққұба келген ұзын бойлы өте сымбатты кісі болатын. Қонақтар келсе, қонаққа баратын болса, қыста қасқыр ішік. Ал көктем мен күзде Алтайдың қызыл түлкісі дейді, оны заказбен алдырады екен ол кезде. Анау деген төгіліп тұрады. Біз осы күні көріп жүрміз, қандай да киімнің сыртында тұрады. Норкада сыртында болады. Ал ол кезде сыртына қымбат матамен қаптатып, сол қасқырдың, түлкінің жүндері
адамның ішіне қарай, адам кигенде ішіне қарай киетін тұғын. Шешкенде анау бір керемет болып құлып ұрып түсетін тұғын. Сонда ол кездегілердің ең бір мықты адамдары киетін болу керек. Момбек атам мен Қасымбек атамда сондай киімдер көп болатын. Ол кісілер заказбен тіктіретін. Мен байқаймын, өздеріне заказ береді, соны тігіп әкеп беретін адамдар бар. Өздеріне бір керемет жарасатын тұғын. Сөйтіп, біз сондай мейірімді кісілердің алдында өстік, солардың қолында жүрдік. Кейін әкеміз үйлі болды, елге көшіп кетті. Әкем өз елі Жетісай қаласы, қазіргі Түркістан облысы ғой. Ол кезде Шымкент облысы болатын. Әкем сол жаққа көшіп кетті. Мен тұрмыста осы жақта қалып қойдым. Нағашы. Сәрсеновтер әулеті болады бізге нағашы. Анашыммен бір туған екі ағасы бар еді. Үлкен атам Момбектің қамқорлығы көп өтті. Ауыра қалса анамыз, қаламыз біздер шарасыз. Көріп ыңғайсыз, осы екен ғой шамасы. Бәніске сені жатқызам, уайым етпе дейді атам. Анамыз шығып келгенше жүреміз біздер сол үйде. Кішкентай Сәбияханда Гүлжан апа өсірген. Анамыз озып өмірден, әкеміз қалды қиналып. Үлпершектей 4 бала қала бердік сол үйде. Өзінде бар 5 бала, қарындастан 4 бала, қабақшытып көрмеді Аслана Гүлжанда. Балада болар балалық қанша ақылды болса да, өгейлік көрмей өстік қой бір шаңырақ астында. Екінші атам Қасымбек 10 бала бар өзінде. Қамқорлығын көрсетіп, көмек беріп жүрді ол. Нағашылар мейірімді, қал жағдай сұрап тұрады. Үлкендер өтіп өмірден, қалғандары тілекші. Момбек атам етікші, ақындығы тағы бар. Тапсырыс алып тігеді, кезекте ел тұрады. Қоқан менен Самарқан, Ташкент пен Түркістан, Қызылорда ауыл бар. Арғы шеті арқадан алушылар көп келер. 25 пен 50 сом башқы боп келер. Қазақы қой құйрықты 150 шақты боп қалар. Қозысы оның тағы бар, жаман жөтікті қоспаңдар. Бозінгендер боздайды, шелек алып сауып ал, ала сиыр мөңіреп, кезек күтіп сарлайды. Бірнеше гектар жері бар, қауын қарбыз теңкейіп, базарға кетті арылтап, бизнес деген сол болар. 16 төп шабдалы, уылжып пісіп көз тартар, жүгері пісте-пісіпті кесіп алды қапқа сал. Маштарға кезек бер, орып тездеп жиып ал. Балапандар шиқылдап, тауықтары жүр қыт-қыттап, көбі пісіп май шайқап, өре толы құрт жайған, апамыз жүр ән шырқап. Сиыр сүті желдейді, қойдың сүті қорғасын, ауруға емдейді, ішіп алған жөн дейді. Су орнына шұбаттан қонақтарға тарқатқан, табақ толы марқ етін қазы салып ет тартқан. Мақта терім кеп қалды, егінді тез жинаңдар, қозыға шөп керек, кезек күтіп тұрмаңдар. Көктем келіп күн шықса, қар көрініп қыс келмей, бір күн тыным алмайды, ойламағын ол жайлы. Қызып сауда көрігі, маңдай тері өтелді, ала жазда еңбектен көтеріп басты бел шешкен. Үйге отты жаққызып, дүкенін құрар алғызып, етікті тігіп бастайды, қапқа салып тастайды. 60 пенен 70-тің арасы еді бұл жылдар, телефон деген жоқ еді. Бір жыл бұрын етікке тапсырыс беріп кетеді. Балалар жас бәрі де, үлгерді қалай бәріне. Атамыз бен апамыз айтса бәрін ұғамыз, қолдан келген көмекті аямай беріп жатамыз, тоқшылықта томпиып, ойнап өскен баламыз. Қасымбек атам шабандоз, иықты келген іреді, мықтылардың біреді,
тәуіптігі бар еді. Ағайынды екі атам топ алдында жүретін серілердің ізеді, көнелердің көзеді. Апалы сіңлі қыздай боп, Дариға Гүлжан абысын күлімдеп тату жүретін анашымды құрметтеп, ерке қыз деп сыйлайтын. Ағалары Талшат деп атын қатты айтпайтын, Талшатжан деп әрдайым еркелетіп сыйлайтын. 5 уақыт намазда мінәжат етіп Аллаға, иманның тілеп байлығын еске аламыз сағына. Ағайынды аталар. Үлкен атам Момбекті шар тарап біліп таныған, қолынан шыққан етікті кемекке ел асыққан, жүзінен нұр төгілген. Сымбатты сұлу кіседі, ренжуді білмейтін, мейірімді жан еді. Тігістігіп отырып қисса айтып беретін, айтыстарды айтқанын күліп айтып жүретін. Ақылды жар Гүлжанды мейірімді жан деп білетін. Жетімдерге жекмей жетілдірген жан дейді. Аяқтан келіп сыныға төсек тартып қалғаны, үлкен кіші бізге де бәріне қатты батқаны. Алматыда үлкен ұл нархозды оқып жүреді, естіп ана мән жайын қаратайық тез деді. Асланы жай ғана асықпай тұрып сен деді. Пышаққа салып дәнімді қинамаймын мен деді. Бәрі жақсы болады, қиналып әкең қалады, сабағыңа жүре бер, ризамын мен деді. Сүндіріп жатса да келісімін бермеді, артының қиын боларын бәлкім өзі сезбеді. Екінші атам Қасымбек қатуға бақ кіселі, төрден алып орында шешімін айтар өзеді. Келін кепшік бал емес, қатар жүрген замандас, үлкендердің өздері ағысып орын беретін. Алқалы жиын болғанда батаны өзі жасайды. Қайткенде дұрыс болады, дауды да атам шешеді. 10 баласы үй болып немерелер көбейген, бір ауылдың жартысы осы әулеттен тараған. 2 әулеттің ұрпағы Алматы мен Астана, Жетісай мен Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Ақтөбе мен Қорғасқа қанат жайып жайғасқан. Талғарды қоныс қып, Темірхан орнығып бекем үй болған. Журналистің тұқымы білімнен неге қорғалған. Есепші, банкір, дәргер осы әулеттен табылар. Қорғастағы кеденде нағашының бірі бар. Сәкен, Наурыз, Саурандар құрылысты жүргізіп, үй тұрғызып әрлеген, қолдары алтын не деген, қабары бар әр жерден. Алып жүрген еңбекте әр саладан үлесін, нағашылар осындай мақтауға әбден тұратын. Қаладағы көп үйлі, нағашылы жиенді асырап отыр етпенен. Атаны көріп оқшонған немере болды бек деген, келін төбе совхозда есепші Айдархан үлгілі ұстаз тодымен өсіріп ұрпақ әулетін зейнетке шығып демалған. Совхозға келді қос маман, Пернебаяға жас маман, Серкеш қызы Ғалия осы әулетке келін боп қызметін жалғаған. Темір тұлпар тізгіндеп үйдің сәнін кіргізген, егін салып шөп сатып бизнесін жүргізген Шатаның әулеті үлкен үйге жиналып салтты бұзбай сақтаған. Ең үлкені Шамбек алдымен сәлем береміз. Біз барғанда тойына құшақ жайып қарсы алған, қалың салып көрпесін құрметтеп төргі остырған. Жиылып бәрі тез келді, бұрқырап бойет келді. Батасын алған сәлем сап ізетін көрдік келінің. Дастарханды жайнатып, қойыпты шайын қайнатып. Қауын қарбыз жарғызып, аузыңның дәмін алғызып, сан алуан жеміс тұр қол жетпейтін дәрумен, көкөністің бәрі бар. Табиғи таз өнім ауылдан ғана табылар. Құрт, сарма, ерімшік, айран сүті тағы бар. Тары талқан жент бар, қаймақ қатқан шайы бар. Ішшен көңілің жайланар. Көз көргендер өлмесін деген сөздің мәні бар. Зүбәйра Байданқызы, 13 ақпан 2023 жыл.